сәлеметсіздер ме? Мен аты жөнім Жүнісбек Жұлдыз. Мен Лисаков қаласы нөмірі 3-ші орта мектебі 10-шы сынып оқушысымын. Мен сіздерге Қозы Көрпеш романын оқығым келеді. Қозыке жыр болғалы бір талай жыл, туысында жақсыға бір қызыл гүл. Шығардық өлең қылып бұл қисаны, баянын сұлулығын есігіп біл. Жаратқан жан біткенді бір құдайды, жаратты жарығышы күн мен айды. Бұрынғы ноғай қазақ заманында сөйлеймін Қарабай мен Сарыбайды. Жарасқан нар түйеге биік өркеш, мен сөйлесем жұрт тыңдар ертеңді кеш. Екеуін сәтті күні құдай қосқан баянға ғашық болған Қозы Көрпеш. Сөз қылдым Қарабай мен Сарыбайды, ноғайлыны екеуі асырайды. Қолында сүйетұғын баласы жоқ, берсен түшін Егібай зар жылайды. Егібай сәтсіз атқа мінбейді екен, жұмыссыз ел аралап жүрмейді екен. Дәулеті екеуінің мол болған соң қасына бір-бірін келмейді екен. Егібай бейсенбі күн аңға шықты, жұртына аттанды деп өкім шықты. Туғалы бірін-бірі көрмеген бай жүргенде қолап аулап жолығысты. Бір-бірімен ақылменен болжасыпты. Сәлем беріп бір-біріне тұрғанында алдынан буас марал аңға шықты. Кекілін алшан ерді сылатпанды, баласын маралатып жылатпанды. Үйдегі үй кісімсіз күмәнді еді, Сарыбай, сен атпасын, мен атпанды. Сарыбай Қарабайға сөз айтқанды. Баласын маралатып жылатпанды, біздің де үй кісіміз күмәнді еді, Қареке, сіз атпасан, мен атпанды. Екеуміз жол жобадан адаспалық, далада марал үшін таласпалық. Сарыбай, сен атсана мылтығын бар, берсен де бір мүшесін санаспалық. Егібай аңға шыққан әр күн екен, жарастықты әзірге келген екен. Екеуі де ұл тапса бәйбішелер, құшақтасқан дос болсын деген екен. Егібай әзір сөзге кірген екен, бір-бірін құмар боп көрген екен. Біреу ұл, біреу қызды тапса, құдай қосса, біз қостық дескен екен. Қарабай құдай жасса деген екен, аузына жақсы лепес кірген екен. Үйде қатын ұл тапсын, құйқыз тапсын, қыланың алмен берейін деген екен. Егібай әңгімеге кірген екен, бір-бірінің сөзіне көнген екен.